Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бірталай өмірді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қаждық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ. Елге бағым жоқ. Бағусыз елге баққанмен не пайда? Мал бағу? Жоқ. Мал бағуға да бағым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Балаларды бағу? Жоқ. Бағарға баланың өзі жоқ. Ақыр ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Қазақтың бір мақалы. Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайым құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малға бірлік болса, малдан айырылғандар кісі болып жүре алмайды. Ақылға бірлік болса, әркімнің ойы, пікірі бір жерден шығып ынтымақ болады. Бірлік сол. Қазақ тағы бір мақалды айтады. Ырыс алды тірлік дейді. Ол тірлік қандай тірлік? Жан сақтап жүру ме? Ондай тірлік итте де бар. Көкірегі көңілі тірі болмай, жанды кісі тірі болмайды. Жан сақтау ғана тірлік емес, ар сақтау тірлік. Егер ар ұяттан айырылып, тек мал табуды ғана ойласа, ол тірлік емес. Ондай тіршіліктің қадірі жоқ. Қазақтың мінез құлқы туралы сөз қозғағанда, бір нәрсеге қайран қаламын. Әркім өз пайдасын ғана ойлап, бірінің үстінен бірі арыз айтып, бірін-бірі күндеп, көре алмай жүреді. Ел ішіндегі береке кетіп, ынтымақ азайған. Біреу болыс болсам дейді, біреу би болсам дейді. Бірақ сол орынға барғанда, елге пайда келтірейін демейді, өз пайдасын күйттейді. Пара алып, әділетті ұмытып, халыққа қызмет етудің орнына мансапты мал табудың жолын айналдырады. Билік айтқан адам әділ болмаса, ел бұзылады. Әділдік жоғалған жерде береке болмайды. Әркім өзімшілдікке салынса, елдің бірлігі қайдан болсын? Қазақтың тағы бір мінезі мақтаншақтық. Біреуден асып түсем дейді, бірақ еңбегімен емес, айласымен, қулығымен. Шын өнер, шын білім іздеу аз. Көпшілігі атақ үшін, мансап үшін әрекет етеді. Осындай мінездер түзелмей, ел түзелмейді. Әр адам өз бойындағы кемшілікті көріп, өзін тәрбиелемей, қоғам оңалмайды. Әрбір байқаған адам білсе керек. Күлкі өзі бір мастық екенін, әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынын да. Әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатынын. Олай болғанда, күлкіге салынған кісі не шаруасын, не бір өзге жұрттың шаруасын омдырарлық емес. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақырет шаруасына өзгеден артық болады. Әрбір орынды уайым қайғы адамды өсіреді, жетілдіреді. Күлкіге салынған кісі надан, уайым қайғы ойлағыш кісі дана. Егер біреу орынсыз күліп, орынсыз шаттанса, оның арты өкінішке айналады. Ал ойлы адам әр нәрсенің байыбына барып, салмақпен іс қылады. Күлкі бір рахат, бірақ шектен асса, залал. Уайым бір қайғы, бірақ орынмен болса пайдалы. Адам баласы өмірде бәрінде оймен, сабырмен өлшеп істеу керек. Қазақтың кейбір сөздерін естіп жүрмін. Түстік өмірің болса, күндік мал жей. Өзіңде жоқ болса, әкеңде жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық дейді. Осындай сөздерді айтқанда, қазақтың бар мақсаты мал болғаны ма деп ойлаймын. Мал үшін арын сатады. Мал үшін достығын бұзады. Мал үшін дұшпан болады.
Бірақ мал адамға дос па? Жоқ. Мал бір жұттық, бір борандық. Бүгін бар, ертең жоқ. Адам баласына малдан да қымбат нәрсе бар. Ол ар, ұят, намыс. Егер солардан айырылса, малдың көптігі неге керек? Қазақ мал үшін бірін-бірі алдап, өтірік айтып, қулық жасап жүреді. Бірақ шын байлық, ақыл мен ғылымда, адал еңбекте екенін ұмытады. Егер адам баласы мал табуды емес, адам болуды мақсат етсе, сонда ғана ел түзелер еді.